Қайырлы күн оқырман. Ақбота мен Шерханды қосқысы келетін адам көп. Ол көрермен болсын, достары болсын. Кеше сол жаңа жыл тойлауға қосылайықтың бұрынғы қатысушылары жиналды. Зухра, Ақтөре, Нурка, Хуршет, Ақбота, Шерхан және тағы басқалары болды. Олардың арасында әңгіме жүріп, Ақбота мен Шерханды қосуға тырысты. Көрсін ба? Қараңыздар, Бота мен Шерхан бір жерде. Қалдарың қалай? Кеше эфирға барып қапсыңдар балапашкаларыңмен. Сен білесің ба, Қазақстан Республикасының рұқсатынсыз видео түсіруге? Республикасының. Ал пікірлер қандай? Ақбота, сен ақылды қызсың, Шерхан да жаман жігіт емес. Ол өзінің қателіктерін мойындады, оны кешіріңіз. Уақыты келеді, сіз де жібергеніңізге өкінесіз. Мен ажырасқан көптеген отбасыларды көрдім. Және олардың айтуы біздің қателіктерімізді қайталамаңыз дейді. Бота, жаңа жыл құтты болсын. Шерханға қосылып бақытты бол, балалы болғасын, бәрі жақсы болады. Бір шанс бер енді, сені ренжітпей. Екеуіңнің қосылғандарын қатты қалаймын. Екеуі де бала болып жүр ғой, еркелікке салынып. Жақсы, бала сөйлегенге дейін өкпе реніш, қателікті ескі жылға тастап қосылып кетсін. Енді бір-біріне ренжімейтіндей болсын. Екеуі де ақылға келді деп қуанайық жаңа жылда дейді оқырман. Және 2024 жыл өткен жыл, мені іздеп жүрген жандарға алғысым шексіз.